Ассалаумағалейкум, құрметті әлеумет. Бүгін кезекті подкаст бағдарламамызды жалғастырғымыз келеді. Бейбіт ағамыздың сыртқы қалаларда, басқа қалаларда жұмысы шығып қалып, оның орнына әзірге біз қонжия кеттік. Бүгін біздің қонақта елімізге танымал, алыс жақын шетелдерге де танымал ұстазымыз, дінтану саласының, Қазақстандағы дінтану мектебінің көрнекті ғалымдарының бірі, философия ғылымдарының кандидаты Кеңшілік Тышқанұлы ағамыз келіп отыр. Кеңшілік ағай, қош келдіңіз біздің өңірімізге. Біздің өңіріміз сізге бөтен өңір емес. Өзіңіз көріп жүрсіз, келіп жүрсіз. Бірнеше өзіңіздің жұмыс тәжірибеңізде де осы Атырау, Ақтау, Ақтөбе сияқты қалалар бар. Қош келіп жатсыз. Тағы да бүгін сіздермен еркін тақырыпта подкаст арнамыз келеді. Бірақ еркін дегеннің өзінде де бізде дін саласы оғасын кейбір өзіміздің тәжірибемізге сәйкес, жұмыс тәжірибемізге сәйкес өзекті тақырыптарды қозғағым келіп отыр. Соның ішінде сізге ең бірінші сұрақ арнағым келеді. Жалпы енді қазіргі уақытта халықаралық жағдайда ислам дінінің, ислам үмбетінің халықаралық жағдайы қандай жағдайда өрбіп жатыр? Қандай топтардың, қазір біз халықаралық деңгейде қандай топтардан алаңдаушылық көреміз? Оңтүстік Азиядағы топтардан ба, әлде таяу шығыстағы топтардан ба? Осы жағынан кеңірек бір анықтама, дефиниция жасап жіберсеңіз. Енді әрине өте күрделі тақырып болғанда әрине бұл мәселе қолмен ұстап, көзбен көріп, нақты осындай деп өлшеп көрсетпегеннен кейін, көрсете алмайтын болғаннан кейін бұл кішкене абстрактілі болып қалатын шаруа ғой. Сондықтан дегенмен енді жалпы бағдар деген мәселе тұрғысынан қарайтын болсақ, алдымен енді шақырғандарыңыз үшін, сенім білдіргендеріңіз үшін, қонақжайлықтарыңыз үшін, жаңа айтып жатсыз ғой, Атырау бізге бөтен өңір емес. Жалпы Қазақстанның қай бұрышы болса да елдің руханиятына қызмет жасауға ниеттеніп жүргеннен кейін бізге бөтен деп жатырқамаймыз. Сондықтан енді сіздерге де үлкен қонақжайлықтарыңыз үшін рахмет білдіреміз. Екіншіден, жаңа сұрағыңызға қарай келетін болсақ, әрине бұл қазіргі ислам үмбеті деген кезде кішкене өте үлкен жаңағы ауқымды, оның үстіне бір салмақты естіледі да. Себебі қазір ислам үмбеті деген нәрсе өз қаншалықты сол категория, сол ұғымды біз түсінеміз, немесе соған қаншалықты байыбына барып жүрміз. Жалпы ислам үмбеті деген дұрыс пайғамбарлық позиция тұрғысынан қарайтын болсақ, хадистің позициясы тұрғысынан қарайтын болсақ, жаңа үммети деген позиция тұрғысынан қарайтын болсақ, әрине ол бір үлкен категория, және үлкен бір бағыт. Ал бірақ жаңағы саяси, рухани, болмаса ұлттық, болмаса геосаяси астар тұрғысынан қарайтын болсақ, бұл ұғым кішкене жарықшақтанып қалғанға ұқсайды. Өйткені жаңа сіз өзіңіз айтқандайын, таяу шығыс па, жаңағы басқа да мынау Азия мемлекеттеріндегі көзқарастар ма, оңтүстік Азия ма деген сияқты мәселелерден қарайтын болсақ, әрине кішкене көңілге күдік ұялатын да жағдай бар. Неге десеңіз, шынымен де біз көргіміз келген нәрсені көріп жатырмыз ба, жоқ әлде кейбір нәрселер біздің қалауымыздан тыс болып жатыр ма деген сияқты ойда келеді. Өйткені неге десеңіз, жаңағы егер діннің мәтіндік анықтамасымен қарайтын болсақ, шын мәнісінде мұсылман қауымы, мұсылман үмметі, соның ішінде суннилік ислам дейміз, жаңа ахли сунна уәл жамаа деп жатады. Бұл бір ыңғайлау болу керек еді. Бірақ сол жаңағының өзінде, енді шиизм, суннизм әлемін былай қойғанның өзінде, сунниттік әлемнің өзінің ішінде сиырдың бүйрегі сияқты бөлшек болған көзқарастар, бір-бірін жоққа шығаратын ағымдар, бір-бірін мойындамайтын жамағаттар, болмаса бір-біріне қырын қарайтын топтар деген сияқты дүниелер қазіргі жаһанданудың бір дерті дейік па, жоқ әлде саяси бір технологияның салдары дейік па, сондай бір жағдайға ұшырап жатқан жағдай бар. Бұл шынымен де ойландырады. Неге десеңіз, ислам мәтінде басқаша анықтамалар береді. Өйткені мысалы мұсылмандардың барлығы туыс бауыр, мұсылмандардың барлығы бір-біріне жақын, болмаса жаңа пайғамбардың айтқан сияқты мұсылмандардың барлығы бір адамның денесі сияқты деген сияқты дүние қазіргі мұсылмандар үшін қаншалықты актуальды деген ой мазалайды. Себебі қазіргі біздің өзара қатынасымыздан, болмаса жаңағы бір мұсылмандардың екінші мұсылмандарға, болмаса бір мазхабтың екінші мазхабқа жасаған анықтамаларынан осындай бір күмәнді дүниелер шығады. Неге десеңіз, шынымен де қазір тіпті сондай деңгейге жетіп қалған топтар бар, сырттан дұшпаннан гөрі өзінің мұсылмандарының ішінен дұшпандарды әлдеқайда жек көреді. Мысалы сенің ең
жаңағы қатыгез болмаса ең жек көретін дұшпаның кім десеңіз, ол басқа бір конфессиядан болмаса басқа бір этностан емес, сол өзінің этносындағы басқа бір жамағаттан болмаса мазхабтан болмаса басқа бір ұстанымнан іздеуге де түсіп қалатын жағдай бар. Яғни сондықтан да бір бағыт ұстанса да мысалы. Бір бағыт ұстанса да, өйткені жаңа менің бағытымнан басқалардың барлығы адасқандар деген түсінік біздің ислам әлеміндегі жамағаттардың санасын жаулап алған сияқты. Өйткені бұл жердегі мәселе, мынау жалпы бұл неден туындап жатыр десе, бұл діни сананың төмендігінен. Яғни діни сананың төмендігі жалпы ұстанып жүрген діннің ішкі мазмұны мен өзінің айналасындағыларды танымау, болмаса сол деңгейде түсіне алмау деген сияқты дүние. Біздің қоғамда да соның бір дерті, яғни бір сарқын шағы бар. Неге десеңіз, жалпы адамдардың әрине түсінікті, адам бір инстинктпен өмір сүреді, қандай бір ол мысалы қаншама саналы жаратылыс болса да, ақыл жаратылыс болса да, оның белгілі бір деңгейдегі эмоционалды психологиялық құбылыстар болады. Бірақ дегенмен де ол өзінің жақыны мен алысын ажырата алатындай ақылдық потенциалға ие болу керек қой. Бірақ өкінішке қарай бізде сол деңгей өте төмен сияқты. Неге десеңіз, жаңағы мешіттің ішіне келген жамағаттардың өзінің бір-біріне қырын қарауы, бір мешіттен намаз оқып алған шыққаннан кейін бір-біріне сәлем бермеуі, тіпті сәлем бергенді былай қойған кезде сыртынан сөз айтуы, тіпті сыртынан сөз айтқанды қойып керек болатын болса, қолына билік беретін болса, екіншісін тұқыртуы, тіпті керек болатын болса, радикализациядан кейін қару беріп, жаңағы бір-бірін айдап салса егер, ешкім еменбей жаңағындай бір-бірінің басын шауып тастауға, болмаса бір-бірінің жаңағы жолын жауып тастауға барынша тұншықтыруға тырысатындығы деңгейге шейін өтіп кетуі, бұл бір жағы әрине, бұл мұсылмандарға сырттан енгізілген көптеген идеологияның нәтижесі, бір жағы мұсылмандардың өзінің сана деңгейінің төмендігі. Біз мысалы неге бәріміз мұсылмандармыз, бәріміз бір бағытта жүреміз, кітабымыз бір, оқып жатқан Құранымыз бір, хадис бір, пайғамбарымыз бір қыблаға қарап Құран оқимыз, бір мешітке жиналамыз. Осы бізде неге бірлік жоқ деп, сол жамағаттардың ешқайсысы бас қатырмайды. Бұл енді үлкен бір жаңағы былай шыққан кезде қоғамның проблемасы. Енді бұл қоғамның проблемасынан бұрын біздің ар жағында саяси астары да бар. Неге десеңіз, бұндай бөлшектеушілікке ұшыраған ұлт болмаса сондай бір топ, бұл енді болашақта қайтадан ауызбіршілікке келуі өте қиын. Неге десеңіз, идеология, ол идеологиялық түсінік адамның тек қана миына емес, ол оның бүкіл рухына, бүкіл жан дүниесіне сіңгеннен кейін, ол сол рефлекспен өмір сүреді. Өйткені ол көрген сайын оны жаңалайды, көрген сайын оны қайталайды, көрген сайын ол жаңарады. Сөйтіп бұл жаңағы уақыт өте келе, кезінде мысалы біздің ата-бабаларымыздың тарихтан жақсы білесіз, дұшпандар деген кезде белгілі бір категориялар бар еді. Белгілі бір ұлттар бар еді, халықтар бар еді, ата жау деген нәрселер бар еді. Оның ішінде де діни фактор жоқ емес? Оның ішінде діни факторлар бар еді, өйткені ол жерде діни фактор болғанмен де ол қарсыласымыз мұсылман емес. Қарсылас мұсылман емес, басқа конфессия. Болмаса мысалы жоңғарлармен мысалы біздің қақтығысымыздың көбісінде мүмкін буддизм дінін қабылдамауымыз себебі жатуы мүмкін. Немесе жаңағы Ресейге бодандыққа, болмаса жаңағы үлкен бір ассимиляцияға түсіп кетпеуіміз православ дінін қабылдамаудан, жаңағы діни имани иммунитеттен жатуы мүмкін. Ал бірақ ол сондай нәрселер жатты, өйткені неге десеңіз, ол бізді рухани жағынан қорғауға үлкен күш жасады. Бірақ ол біздің ішкі факторымызды нығайтқан еді. Яғни ішкі мұсылманшылығымызды нығайтқан еді. Тіпті жаңағы кейбір кезде Мұстафа Шоқайдың бір Жас Түркістан газетінде шыққан мақаласында да сондай үзінділер бар ғой. Біздің Түркістан территориясына бір қауымдастық көшіп келді. Содан кейін ол қауымдастық сол жерден жаңа мешіт сұрады, жер сұрады, болмаса жаңа халықтың ішінде уағыздалды. Бірақ халық ол қауымдастықты мойындамағаннан кейін, қабылдамағаннан кейін ол қайтадан Иран территориясына көшіп кетті деп. Яғни бұл да қарасаңыз бір рухани иммунитеттің көзқарасы. Парсы шығанағындағы. Иммунитет көрсетеді. Сонда қарасаңыз, қазіргі біздің қоғамның иммунитеті әрине мынау кеңестік жүйеден кейін, болмаса жаңағыдай 150 жылдық отарлық кезеңнен кейін, бодандық кезеңнен кейін адамның санасы, болмаса жаңа құлдық сана дейміз ба, болмаса пайдалық сана дейміз ба, жаңа пайда күнемдік, материалистік сана дейміз ба, белгілі бір деңгейде қоғамда орын алып, сол факторларды пайдалана отырып, идеологиялық, рухани, діни, кеңістікті, хаосты, бостықты пайдаланған көптеген ұйымдар мен ағымдардың таралуы біздің жаңағы ғасырлар бойы білінбеген ішкі бір тұтастығымызды әжептәуір сызат түсірді ғой деп ойлаймын. Бізде аға, сосын сөзіңіз аузыңызда керемет талдап бердіңіз, халықаралық және қазіргі Қазақстанның оған әсерін. Мына бізде қазіргі біздің мұсылман діндар аудиторияда фанатизм басым деп ойлайсыз? Өйткені белгілі бір дінтанушыға, белгілі бір уағыздаушыға, оның артынан еріп кету, оны жұлдыз құсап қарсы алу,
Ол да жаңа нәпсани қылықтармен, хамермен жүріп келіп, бір оққа қарылармен жүру деген. Менің өзім үшін енді оқып жатқан дінтанушы ретінде бұл менің жек көрінішімді туғызады. Бірақ ондай нәрсе біздің жамағаттың арасында бір белгілі бір деңгейде қалыптасып келе жатқан сияқты. Ол не айтса болады, ол не айтса қояды дегендей. Ол мен ойлаймын, жалпы бір жағы жаңағы біз айтып жатырмыз ғой, кейбір негативті жаңағы регрессивті кергетушілік деген сияқты болмаса сананың деңгейдің төмендігі деген. Бұл жерде осы фактор бар, әрине. Өйткені жалпы сана қалыптасқан кезде құндылық категориясы, құндылық қабаты деген дүние дамыған кезде адам нені бағалау керек, ненің құнды екенін анықтай бастайды. Бізде қазір кішкене капиталистік қоғам, капиталистік нарық орнағаннан кейін материалистік сана кішкене дамып тұр ғой алда. Сол үшін де ол діни контент болсын, болмаса жаңа діни тұлға болсын, белгілі бір деңгейде сол дертке ұшыраған. Одан кейін жалпы халықтың сана деңгейі де сол деңгейге сәйкес болмағаннан кейін ол да соған сай жаңағы іздегенге сұраған деген сияқты жағдай болып тұр. Енді бұл былай қараған кезде қызығатын дүние емес, құндылықтық мәселе тұрғысынан қараған кезде діннің жалпы болмысына жат дүние. Діннің өзінің уағыздық мазмұнына жат дүние. Өйткені халықтың біздің дүниетаным салтта да сол нәрсе бар. Ұлық болсаң кішік бол деген мәселе бар. Болмаса жаңағы діндарлық деген Құдайға жақындық, Құдайға жақындық деген ол қарапайымдылықпен болатын дүние. Тәкаппарлықтың, жаңа тәкаппар адамның жәннатты мұрның иіс сезбейтіндігі туралы пайғамбардың айтқанын түсіне тұрып, халықтың ішінде өзін тәкаппар етіп көрсету, болмаса басқадан дараланып көрсету деген бұл былайша жаңа ұстанымға сәйкес келмейді. Алдыңғы бөлімде айтқан сияқты көп мәселе ғой. Бірақ енді бұл кезеңнен мен ойымша халық өту керек шығар деп ойлаймын. Себебі бұл дүниелер, бұл басымыздан кешіп жатқан жағдайлар мүмкін кейін оның салдары қиын болатын шығар. Себебі ол із қалып кетеді. Ол таралған идеология белгілі бір деңгейде қалыптасады. Ол бір белгілі бір құндылыққа айналады. Ертең ол әкесі ұстанған бағытты баласы ол мен әкемнің жүрген жолы деп құндылықтық тұрғыдан ұстанады. Сол деңгейде біздің трагедиялық бір мәселелер бар шығар. Себебі қазір біздің мына дәстүрлі дін деп жатқанымыз, өзіміздің қазақы ислам деп жатқан дүниелеріміз барлығы соған бір жанашырлық болмаса біздің бір рухани бір тұтастығымызды қамтамасыз етуге бір талпыныс. Ал енді бұл нәрселер бастан кешіре, яғни қоғам осы процестен өте кейін кімнің шынайы адам, кімнің шынайы діндар, кімнің шынайы тұлға, жалпы өзі өмір деген дүниенің өзі мынау не сияқты ғой, енді жаңағы былайша айтқан кезде ұстаның көрігі сияқты нәрсе. Ол жерден алтынды ажыратып алу үшін жаңағы көмірі мен тасымен қосып ол жерде күйдіру керек та, содан кейін барып ол жерде алтын балқып шығады да, сонымен жаңағы бұл сынақтан қалғандар қалады, кейбіреулер сол жұтылып кетеді, кейбіреулер сол мансабының артынан кетіп қалады. Тіпті керек болатын болса белгілі бір мақсатқа жеткеннен кейін ол мүлде бұл саладан кетіп қалады. Не болмаса жаңағы ұшып кейде өзі биіктен құлаған адам қатты құлайды дейді ғой. Шәкәрімдегі бояулы суыр деген сияқты, сол жаңа бояуға мақтанам деп жүріп, кейде өзі биіктен құлағаны білмей қалады. Бұның барлығы былайша айтқан кезде бұны уақыт, кеңістік болмаса қоғам кешірмейді. Сондықтан да бұл өзі қоғам соны іріктеп, бұл ақырындап қалыптастыратын шығар деген. Бірақ бір өкініштісі, енді бір қынжылтатын шаруа, ол бізде мына нәрсе бар да, халық көп адамдар бізде жалпы мынау діни сауаттылық деңгейі, қоғамдық деңгейде жоғары болмағаннан кейін көп азаматтардың артына ереді. Сол ерген азаматтары өзі ойлағандай болып шықпаған кезде олар белгілі бір деңгейде сананың тығырыққа тірелуі деген мәселе бар. Ойдың жаңағы мүдденің тығырыққа тірелуі, болмаса ойлаған нәрсесінің болмауы деген. Содан кейін керісінше жаңағы фронтқа өтіп, кейде қарсы жағдайға өтіп кетіп жатқан азаматтар бар. Себебі мәселе шын мәнісінде 30 жылдай біз бұл дін, ислам дінінен үлкен құндылықтарды күттік. Неге десеңіз, біздің ата-бабамыздың тарихындағы бір жаңағындай бір образ жасалған образ, діндарлық образы, діндар адамның образы деген өте жағымды бізде. Қай жерде болмасын, қай өңірге бармаңыз, аталардың, ишандардың, ахундардың, қалбелердің, молдалардың жасап кеткен образы өте сүйкімді. Тіпті сүйкімділігі соншалық адамдар өзінің артықшылығы ретінде менің атам молда болған, мешіт ұстаған, медресе ұстаған деп мақтанады. Неге десеңіз, ол сонымен ол үлкен абырой болды. Ал қазір біз сол баламен амандасқанда молда бол балам. Молда бол балам, сәлем берген ассалаумағалейкум деген балаға молда бол деп басынан сипау, болмаса қолын алу, бұл қарасаңыз үлкен бір статусты білдірді. Өйткені ол кездегі молдаларымыз, болмаса дін ғалымдарымыз, ғұламаларымыз өте сондай рухани өзінің айтқан сөзімен, болмысымен, өз ұстанған дінімен қабысып жатты да,
және халықпен күресуден гөрі олар өзінің нәпсімен күресті көбірек қолға алғаннан кейін олар былайша айтқанда сосын олар ханға да қараға да бірдей айтты. Ханға да қараға да бірдей атты, дінді бұра тартқан жоқ, жалпы алған кезде басын кесіп алса да туралықты тайған жоқ. Бұл жерде жаңағы саясатқа айналдырған жоқ, өйткені шынайы діндарлық деген не деген кезде олар соны барынша көрсетті. Енді біз шын айтқан кезде біздің орталық Азия, соның үшін Түркістан территориясы, соның ішінде осы Қазақстанның жерінде, топырағында, қазақ даласында осы нәрсе өте қатты дәріптелді. Жалпы қарасақ бүкіл қазақ дін ғұламаларының шығармаларының ерекшеліктері сол ішкі кемелдікпен, ішкі кемшілікпен күреске бағытталған ғой. Жалпы біздің медреселерде де мүмкін бірінші соған көбірек көңіл бөлген, өйткені 12 ілім дәрежесінде сабақ берген медреселерде бірінші әдепті үйреткен. Яғни әдеп болмағаннан кейін, оның жаңағы тәрбиесі болмағаннан кейін, олар қарай адамдармен қарым-қатынас мәселесі, сыйлау мәселесі, тіпті керек болатын болса, Құдаймен қарым-қатынастың өзінде белгілі бір деңгейде сол әдептілік мәселесі жүреді. Сонда қарап отырсаңыз, жаңағы иман, ихсан, ислам деген кезде, жаңағы ақлақ, муамалат деген кезде бұл мәселені өте жоғары деңгейде ұстанды. Сол сағыныш қаншама адамдарды мешітке топырлатып, қаншама жастарды болмаса қаншама азаматтарды діннің айналасына жинап, кейін сол жердегі әрине мүмкін енді өтпелі кезеңнен де шығар, сол деңгейдегі адамды болмаса сол деңгейдегі діндарды көрмеген кезде бұлар қандай діндар? Бұлар қандай жаңа біздің ата-бабамыз жолында жүрген адамдар, біздің исламда бұндай жоқ еді ғой деген сияқты нәрселер кейбір азаматтарды тіпті исламнан суына, керек болса исламға қарсы сөз айтуына, тіпті былай деп айтып қалып жатады біздің үлкен кісілеріміз. Сендердің намаздарың тез баяда әкем деген ұзақ оқитын, әкем ұзақ оқитын, зікір салатын еді, болмаса жаңағындай зікір ететін еді, олардың жаңағы жүзі нұрлы еді сендердің жүздеріңнен қарағанда деген сияқты, болмаса олардың жаңа айтқан сөзі дуасы қабыл болатын еді деген сияқты. Олар барып жаңағындай бір өтініш жасаған кезде, болмаса бір жаңағындай кішігірім балаларға жаңағы шүкірген кезде сондай болатын еді, болмаса мынандай істейтін еді, ананы істейтін еді, кереметтері бар еді сондай деген сияқты. Оның барлығының болмай жататын себебі де сол жаңағы біздің қазіргі дін мен дүниеміздің араласып кетуінен шығар деп ойлаймын. Бір қазанға салып қайнатып жатырмыз ғой. Енді сол себепті де халықтың кішкене реніші де, болмаса енді халықтың жалпы жаңа үлгі тұтарлық тұлғаларының көптеп қалыптаса қоймауы. Құдайға шүкір ақырындап келе жатырмыз ғой. Енді бірде менің ойымша бұл үлкен сана, бір жағынан, екінші жағынан қарасаңыз, бұл адамның белгілі бір деңгейде қалыптасуы, кейде ол ұлттың, қазақ айтады ғой, жаңа 50 жылда ел жаңа деп, ол 50 жылдық процесс. Сондықтан да мен ойлаймын, жалпы жаңа белгілі бір материалистік санамен тәрбиеленген, туған ата-аналары сол деңгейде, сол өлшеммен тәрбиеленген азаматтардың бірден жаңа біз ойлағандай тақуалық, діндарлық, руханият, нұрлылық өлшемімен қарай қоюда бір қарағанда кішкене кешірімді қажет ететін дүние. Халық осында түсіну керек та, өйткені шын мәнісінде ол руханият деген дүниенің өзі белгілі бір тазалықпен, генетикалық тазалықпен келетін шаруа ғой. Сондықтан да осы мысалы біз айтамыз ғой, мысалы Абай атамыздың анасы, Абай атамызды жаңағы дәретсіз емізбеген деген сияқты. Бұның барлығы қарасаңыз руханият. Енді сондай, егер біз өзіміздің баламыздың сондай рухани тұлға болып қалыптасуын қаласақ, ол баламызға біз жаңағындай адалынан ас беріп, жаңағындай рухани тазалықпен, құрттай кезінен тіпті керек болатын анасының құрсағына түскен кезінен бастап тазалықты, имандылықты, адалдықты кәсіп қылатын болсақ, ол қанмен, етпен, генмен келетін дүние ғой. Содан кейін әрине оның ортасы, тәрбиесі дегенде ол да фактор, оны да жоққа шығаруға болмайды. Бірақ жалпы алғанда қазақта біз қатты көңіл бөлетін тектілік деген нәрсе бар. Тектілік феномен. Тектілік феномен. Ол тектілік феноменін жоққа шығаруға болмайды. Сондықтан да біздің қазіргі кездегі кейбір қоғамдағы негативтер кезіндегі осы тектің бұзылуына байланысты, болмаса текті белгілі бір дәстүрлермен, белгілі сарттармен, белгілі бір болмайтын сарқыншақтармен білдіруге қатысты бір жоспарлы нәтижелердің нәтижесі. Ал енді біз қайтадан отбасы құрмай-ақ өмір сүре беру керек. Отбасы құрмай-ақ қой, өмір сүре беру керек. Жас кезінде бар нәрсені көріп қалу керек, біліп қалу керек, өмірге бір ақырет келесің деген сияқты бір жаңсақ дүниелер. Молодость все прощайте. Сондықтан кешіріммен қарайды. Болмаса әркімнің өзінің тағдыры бар деген сияқты, немесе немқұрайлық деген сияқты дүниелер. Болмаса діндар адамның концепциясы бөлек, діндарлық деген ол діндарларға тән дүние. Біз діндар адам емеспіз деген сияқты, жаңағы буддизмдегі тар шеңбер, кең шеңбер деген сияқты, болмаса жаңағы христиан дініндегі монах, монашество, болмаса жаңағындай қарапайым адамдар деген сияқты категориялар. Ұстанатын діні жоқ дейсіз. Олардың ұстанатын діні жоқ болғаннан кейін сол жаңағындай сондай бір жалпылама жаңағы сипай қамшылай өте салу деген дүние біздің қоғамға да белгілі бір деңгейде сіңді ғой, санамызға. Сол сіңгеннің нәтижесінде біз қазір осындай жағдайға ұшырап отырмыз. Бірақ бұл нәрсе біз біттік, енді ары қарай жаңа рухани жағынан мүмкін құлдыраймыз деген сөз емес. Бұл есіміз жинауға. Бізде бұрыннан қалған ген положительный дейді ғой, жаңағы жағымды генді бар. Текте бар деп ойлаймын. Сол аталарымыздың руханиятын жаңғыртатын болса, қайтадан соған дәріптелетін болса, сол нәрсе қайтадан былай жеткен кезде көбірек жаңағы халыққа, болмаса көбірек жаңағы осы дін саласындағы азаматтарға,
құндылық ретінде берілетін болса, бұл нәрсе қайтадан жаңғыратын шығар деген үміт. Өте керемет. Ағай, енді халықаралық мәселелерді де қозғап кеттік. Қазір біздің қоғамда исламизм деген термин шықты. Ислам деген ол дін, исламизм қозғалысы дегендей. Оны ең жақсы қолданып, ең халыққа таратып қолданған адам атақты Американың саясаттанушылары, әлеуметтанушылары. Осы бізге қарсылас топ та шықты қазір, мұсылман топтарына қарсы топтар шықты. Олар тәңіршіліміз, басқамызды өздерін атауы мүмкін, бірақ өздерінің формаларына, олардың жүріс-тұрыстарына, олардың айтқан әңгімелерінен анық агностиктердің, атеистердің тұжырымдамасын көресің. Олар көбірек осы біздің дінтану саласында жүрген адамдарды да мұсылман, қарапайым мұсылманды да исламист деп атап жатады. Осы ислам мен исламизм терминін қалай түсіндіруге болады қазіргі уақытта? Жалпы өзі изм деген дүниелердің барлығы бізге кішкене жақсы емес. Жалпы изм деген жалғауы бар терминдердің барлығы бізге жат. Бірақ әлемде мынандай нәрсе бар. Құндылықтардың қақтығысы деген дүние бар. Өркениеттердің қақтығысы деген дүние бар. Мәдениетаралық қақтығыс деген дүниелер бар. Жалпы кез келген күштінің әлсізді бағындыру деген мәселе бар, процесс бар. Бұл нәрселерді біз жоққа шығара алмаймыз. Тарихтан, болмаса жаңағы басымыздан кешірген кезеңдерден бұл нәрселерді жақсы білеміз. Әлсіз жағдайға түскен кезде қандай болмасын, салт, дәстүр, тіл, басқа да құндылықтар кез келген күшті фактордағы құндылықтарға, болмаса күшті фактордағы тілге, мәдениетке жеңіледі. Сондықтан да бұл жердегі мынау ислам әлемі, христиан әлемі, буддизм әлемі, болмаса жаңа юдаизм әлемі дейміз, басқа да енді көптеген конфессиялық, болмаса жаңағы тілдік, болмаса жаңағы өркениеттік қатынастардың арасында да біз көрген, көрмеген қақтығыстар жүріп жатыр. Соның нәтижесінде исламның белгілі бір деңгейде мұсылман елдерінің, батыс елдерінің бодандығында болуы, исламның рухани құндылықтық бағдарының күшті болуы, фундаментінің күшті болуына байланысты сырттай қаралаушылық деген дүние бүгін ғана пайда болған бір фактор емес. Ол сонау пайғамбарымыздың өлгеннен кейінгі харижиттердің дәуірінен бастап алған бір текетірес, болмаса қақтығыс, соны ары қарай дамытқан үлкен жүйелер, кейінгі жаңағы өзіңіз жақсы білесіз, Египеттегі жаңағы белгілі бір деңгейдегі қақтығыстар, одан кейінгі мынау Сауд жарты аралындағы көтерілістер, Осман империясының ыдырауы, кейін мұсылман әлемінің ыдырауы, бодандық батыстың бодандығына кіріп кетуі, бодандықтан кейін де әртүрлі мемлекеттер, бодандығында ұстаған мемлекеттерді өздерінің мәдениетіне, тіліне, дініне қарай бейімдеуі, болмаса жаңағыдай қанауы деп айтсақ болады. Бұл нәрселер қазіргі кезде кішкене осы измдермен белгілі бір деңгейде үйлесіп, сол қазір жаңағы белгілі бір деңгейде исламофобиялық талпыныстарға шейін жетіп жатқан жағдайлар. Реакция көрсетіп жатқан жағдай бар. Өйткені 2001 жылдан кейін бұл жаңа ақш-та болған оқиғадан кейін бұл нәрсе тіптен ушығып кетті десек те болады. Тіпті керек болатын болса кейбір жаңағы мүйізі қарағайдай саяси тұлғалар ислам терроризм деген терминдерді аузынан шығарды. Бұның барлығы үлкен бір трагедиялық мәселе. Әрине бұл өркениеттік тұрғыдан алған кезде, адамның жаңағы деңгейлік тұрғысынан алған кезде ондай нәрселер дұрыс емес. Жалпы құқықтық жағынан да ол дұрыс емес деген десеңіз, қандай бір этностың, қандай да бір ұлттың, қандай да бір қоғамның ұстанатын құндылықтарын мансұқтау, немесе оған жаппай күйе жағу деген дүние, бұл әлемде жақсылыққа апаратын дүние емес, бірақ өкінішке қарай әлемде бұндай глобалды қақтығыстар да болып тұрады. Сол глобалды қақтығыстардың біреуі қазір ислам әлеміне бағытталған осындай бір идеологиялық шабуыл деп ойлаймыз. Идеологиялық шабуыл тек қана сырттан ғана шабуыл емес, оған кейбір исламдық топтар да соған жағдай жасап отыр. Болмаса керек болатын болса, олар белгілі бір топтарды шығарып, солардың қолымен от көсегісі келеді. Міне соның нәтижесінде исламизм деген нәрсе шықты, исламизм деген нәрсе шығып, жаңағы кейбір жаңағы біздің кейбір кездерде экстремизм, радикализм деген измдер бар ғой, жаңа мен айттым ғой, изм деген жақсы дүние емес. Солармен күрес деп жүрген кезде кейбіреулер оны исламмен күрес деп түсініп қалып жатқан жағдайлар да бар. Болмаса исламды радикализмнің бір негізгі жаңағы жатыр ретінде, негізгі көз ретінде қарастырып, соны бір үлкен құбыжық қылып көрсету деген дүние бар. Соны біреулер пайдаланып, иә, біз ислам біздің құндылығымыз емес, олай болмаса исламда тек қана негативті жағдайлар бар, бізде өзіміздің жаңағыдай Құдай деген бір нәрсе бар, бірақ оны біз жаңағыдай танымаймыз, білмейміз. Деизм, агностицизм, болмаса жаңағындай тәңіршілдік деген сияқты дүниелер, болмаса біздің бұрынғы ата-бабамыз ұстаған құндылықтар жаңа ислам емес еді, бұл жаңағы біздің
арабтар арқылы келген құндылық, сондықтан оны әркімнің өзінің құндылығын өзіне беру керек деген сияқты сондай бір жалаң ұрандарға ұласып жатқан жағдай бар. Бірақ бұл жерде бір нәрсені ол азаматтар назарда ұстамайды деп ойлаймын. Өйткені назарда ұстамайды емес, мүмкін арнайы соны жасалады. Неге десеңіз, бір халықты қандай да бір жолмен басқару үшін ол халықты өзінің бұрынғы құндылықтарынан ажырату керек. Бұрын да біз бұл бір 74 жылдық 80 жылдық тарихымызда бұның басымыздан кешірдік. Біздің құндылықтарымыз қалай? Біздің құндылықтарымыз шаруашылығымыз, біздің құндылықтарымыз кәсібіміз, біздің құндылықтарымыз жаңағы үлкенді тұрмысымыз, біздің құндылықтарымыз жеріміз, біздің құндылықтарымыз жаңағындай неменді біздің жаңағы руханиятымыз, дініміз, соның барлығын ажыратуға тырыстық. Жоқ қылды, өртеді, көмді, керек болатын болса қалаларымызды жермен жексен етті, сендерде ешқандай өркениет болған емес деп, соның барлығына жаңағы миымызды сендіруге. Тіпті соған кейбір кезеңдерде біз сендік та. Сендік, әлі де сеніп жүргендер бар. Міне сол нәрсені қайтадан сол тәсіл, сол методология, сол тәсіл қайтадан сендерде біз ислам деген нәрсе бізге жақсылық алып келген жоқ. Олай болатын біз оны. Сонда біз ғасырлар бойы қалыптастырған тұлғаларымызды қайда тастаймыз? Ғасырлар бойы жаңағы ата-бабаларымыздың жаңағы ұстанып келе жатқан құндылықтарын, мәдениетін, салтын, дәстүрін, тілдік байлықтарымызды қайда тастаймыз? Ғасырлар бойы қанша мемлекеттер бойынша біз оны өзіміздің ұлттық құндылығымыз ретінде сіңірген, дәстүрімізбен сабақтастырған танымымызды қайда тастаймыз? Керек болатын болса күнделікті біздің рәсімдерімізді қайда тастаймыз? Баланың дүниеге келгеннен бастап өлгенге дейінгі рәсімдерімізде исламның атрибуттары еніп кетті ғой. Оның бәрін қалай біз жаңағы былайша айтқан кезде ревизия жасаймыз? Қалай біз оның барлығын тазалап, орнына басқа құндылық? Ал енді соны жаңағы мансұқтап жүргендер өздері бір құндылық ұстады ма? Жоқ. Бізде қоғамдағы ең үлкен трагедия деп айтсақ та болады. Қоғамдағы проблемаларды анықтаушылар көп, тырнақшаның ішінде. Бірақ сол проблемаларға альтернативті шығатын жол ұсынушылар аз. Сондықтан да мен ойлаймын, бар нәрсені үйлестіріп, бар нәрсенің құндылығын үйлестіріп, өзіміздікін өзгелерден ажырата біліп, құндылық ретінде оны сабақтастырып, болмаса ішкі рухани бір тұтастықты, діни бірегейлік деген қазір күйіп тұрған мәселе ғой. Таяу Шығыстанда жаңа өзіңіз айтқандай, оңтүстік Азияда мемлекеттерінен де біз қарап отырмыз, ішкі бірегейлік болмаған кезде мемлекетте тыныштық болмауы мүмкін. Тіпті экономикалық мықты мемлекеттердің өзін ішкі бірегейліктің қайшылықтарын пайдаланып, бір-біріне қарсы айдап салуға болады. Өйткені бұл идеология, бұл сенім, бұл адамның дүние танымы, керек болатын болса о дүниеге қатысты танымдар бар. Сондықтан да осы нәрселерді назарда ұстап, біз ұлт ретінде, мемлекет ретінде, халық ретінде тәуелсіздігімізді қалай қалыптастырамыз, қалай нығайтамыз, қалай сақтап тұрамыз. Болмаса ішкі бірлігімізді сыртқы жаңағы жаһанданудың қаншама борандары бар, желдері бар, дауылдары бар, соған қалай сақтаймыз, қалай жұтылып кетпейміз, өзіміздің ұлттық бояуымызды қалай сақтаймыз деген кезде, сол жаңағы ұлтына жанашып жүрген тырнақшаның ішін азаматтар ойлану керек. Яғни біз бұл нәрсемен шыға аламыз. Мысалы, қазіргі заманда қарасаңыз, өзіңіз білесіз, иә, 6000-нан астам, кейбір статистикалар бойынша 6500-ға жоқ әртүрлі ағымдар бар. Болмаса жаңа Шәкәрімнің сөзінде бар ғой, жер жүзіне қарасам, неше түрлі халық бар, діни мағына санасам, 1000-нан астам анық бар деп. 1000 түрлі ағым, жамағат бар, дін бар. Бізді қазір қандай да бір дінді, қандай да бір ұйымды, қандай да бір идеологияны алып шығу, бұл біздің бір тұтастығымызға қызмет ете ме, жоқ бөлшектенуімізге қызмет ете ме, соны ойлану керек. Мен ойымша қазір қандай супер-пупер жаңағы былай айтқан кезде керемет бір идея алып шықсаңыз, ол халықты бөлшектеуден аспайды. Бұл трагедия. Керісінше сол бөлшектеуге қызмет етіп жүргенін білу керек. Яғни мен керісінше халықты ұйыстыруға әрекет етіп жатырмын ба, жоқ халықты бөлшектеуге әрекет етіп жатырмын. Сондықтан да жаңа халықтың діни сауаттылық деңгейін, діни сана деңгейін, діни тәжірибе деңгейін, діни таным деңгейінің төмендігін пайдаланып, әрбір топқа бөліп алып қырылыстыру, бұл сырттың мүмкін мүддесі шығар, бірақ іште ондай нәрсе жоқ. Одан кейін жалпы өзі психологияда да, жалпы өзі тәжірибеде де, тарихта да бар нәрсе. Сыртқы дұшпанға қару алып күресу оңай, ішкі дұшпанмен қару алып күресуге болмайды. Өйткені сіздің денеңіздің сыртында бір дұшпан болса, сіз оны таяқпен ұрасыз, қарумен өлтіресіз деген сияқты. Сіздің денеңіздің ішінде вирус болса, сіз өзіңізді таяқпен ұрмайсыз ғой. Сондықтан да қоғамдағы ішкі нәрселерді таныммен, түсінікпен, жаңағы ешқандай идеологиялық қызметпен, ол жаңа рухани ұлттық идеологиямен дұрыстау керек. Оны жаңағыдай айғай-шумен, күреспен, жаңағы ұрандармен дұрыстау өте қиын. Сондықтан да сол бағыттағы азаматтар осы бағытта ойланса екен деп ойлаймын. Өте тамаша. Енді бір ойымызды жинақтайтын, қорытындылайтын сұрақтарға кезек берсек, жаңа сіздің өзіңіздің сұхбаттарыңызды да көріп жүрік, жалпылама көріп жүрік. Жаңа қазақ хандығы мәселесінде қозғап кетті. Қазақ даласында исламның құндылықтары. Мысалы, орта ғасырларда мемлекетті қарайтын болсақ, билік системасы екіге ажыраған, оны көріп отырмыз. Осман империясы бола ма, шейбаниттердің ханы бола ма, біздің қазақтың да хандары бола ма, тіпті Европаның мемлекеттері де бола ма, зайырлы билік және діни билік деген екі термин бар. Қай елде, мысалы Франция болсын,
Европа елдерінде болсын, діни билікпенен зайырлы билік ауыз жаласқан тұстан бастап халық оған қарсы болады екен да. Жаңағы француз буржуазиялық революциясы да, ағылшын буржуазиялық революциясы барлығы осыған келіп тірелді. Яғни шіркеу корольдің сөзін сөйлейді. Шіркеу абсолютті монархтардың сөзін сөйлейді. А біздің қазақ таласында қарайтын болсақ, бізде жалпы зайырлы билікпенен діни билік ажыраған екен да. Анау Құнанбайдың заманында да айтады ғой, Меккеге барған кезде біздің тіріміздің билігіміз төреде, өліміздің билігіміз қожада деп. Содан байқауға болады да, бізде діни билік бөлек, оған ханның ісі болмаған, ханның ісі бөлек, оған қожалардың ісі болмаған деген. Дәл қазіргі уақытта Қазақстанның, біздің мемлекетіміздің діни саясаты қандай болу керек? Біз зайырлы дегеннің өзінде де белгілі бір тұрғыда бәрібір діннің қызметіне араласамыз ғой. Иә, бұл жерде енді өте ауқымды тақырып. Бұған енді жеке бір әңгіме арнауға болатын шаруа. Тарихтан қарасаңыз, жалпы бұның негізгі іргетасын сонау алаш зиялыларының кезіндегі зайырлық ұстындар қалап кеткен сияқты. Өйткені ол жерде преференциялық зайырлық, Құдай жаңа заң алдында және Құдайдың алдында тең адамдар деген сияқты концепция ғой. Сондықтан дін ол құндылық, дін ол таным, дін ол жаңағы адамның белгілі бір деңгейдегі тірегі, былайша айтқан кезде жүрегінде болмаса оның өзінің жан дүниесінде өзіне тіреу болатын бір қағидалардың жиынтығы ғой. Сондықтан оны біз қоғамдағы азаматтардың бәрінен алып тастау ол қиын шаруа. Тіпті керек болатын болса, кеңестік кезеңде де ол дінді түбегейлі халықтың жүрегінен суырып алып тастады деу қиын. Бәрібір де көргенін істеді, бәрібір де іштей сенгенін жасады, бәрібір ол адамдардың іштей бисмилласы болды. Іштей бисмилласы болмаса, тығылып болса да, құлшылық жасады, аздап болса да қажыға барғандар бар. Яғни былайша айтқан кезде бәрі халықты түбегейлі ол діннен, сенімнен ажыратып тастау өте қиын. Бірақ жалпы алған кезде қазіргі зайырлы қоғамның болмаса қазіргі әлемнің картинасына қарайтын болсақ, әрине бұл жерде мынандай мәселе бар. Жаңа сіз өзіңіз жоғарыда Францияларды, француздарды мысал келтіріп кеттіңіз, Европадағы католик әлемін мысал келтіріп кеттіңіз. Бекерден бекер протестантизм пайда болған жоқ. Сол жаңа дүниелерден кейін сол діни билікпен жаңағы саяси биліктің арасындағы мәселе болмаса, діни биліктің саясилануы мәселесінен кейін сенімінің азаюына байланысты халықтың наразылығының нәтижесінде пайда болған дүниелер. Бірақ бізде ол нәрселердің болмау себебі бір жағы мынандай мәселеге ойлама деп ойлаймын. Жалпы биліктегі мақсат не? Саяси билік болсын, діни билік болсын. Егер әділеттілікті ту ететін болса, белгілі бір адами құндылықтарды паш ететін болса, белгілі бір адамның өмірі мен бостандықтарын, құқықтарын негізгі құндылық ретінде алатын болса, менің ойымша қайшылыққа түсе қоймайды ау деп ойлаймын. Бірақ көп жағдайларда мынау саясаткерлердің әлсіздігіне байланысты өзінің мүддесін болмаса өзінің жаңағы мәнсабын, атақ абыройын арттыру мақсатында кейде дінді өзінің мүддесіне пайдалану, ол біріншіден саяси биліктің наразылыққа ұшырауына себеп болды, екіншіден діни биліктің қадірін кетуіне себеп болды. Мысалы Ирандағы жағдай. Ирандағы жағдай басқа да. Өйткені кетсеңіз, жалпы қоғамда біз мынандай нәрсені жалпы түсінуіміз керек. Жаңа мен айттым ғой, сана деген дүние. Егер сана қалыптасатын болса, адамның сана деңгейі қалыптасатын болса, тіпті сол жаңа күпірлік пен имандылық деген мәселе, діндарлық пен дінсіздік деген мәселе, соны адам пайғамбардан келе жатқан шаруа. Адам пайғамбардың екі ұлынан келе жатқан шаруа. Нұх пайғамбардың әйелі ұлы болмаса, Лут Салих пайғамбардың әйелдері деген мәселе. Қарап отырсаңыз, Мұхаммед пайғамбар болып тұрған кезде де бүкіл қоғам имандылыққа бүрініп кеткен жоқ. Ол жерде де қаншама мысалы араб қоғамында түбегейлі қазіргі араб қоғамының өзі мысалы Сауд әулеті мемлекеттік билік басқарады, Уахаб әулеті діни билікті басқарады. Бірақ ол енді біте қайнасып кеткен ғой. Біте қайнасқан күннің өзінде белгілі бір деңгейде араласпайтын шаруалары бар. Мысалы қазір Саудияның саяси жүйесінде біздің вахабистердің болмаса айтып жүрген дүниелері сәйкес келмеуі де мүмкін. Өйткені неге десеңіз, қазір өркениетті мемлекет құру үшін құқықтық билік міндетті түрде болу керек. Өйткені неге десеңіз, шариғи теократиялық билікпен өркениетті қоғамға араласу, болмаса өркениетті қоғамды жасау, болмаса өркениетті мемлекетті құру өте қиын. Егер жаңағы догматикалық қатып семіп қалған дүниелерден құтылмасаңыз, егер шариғатты белгілі бір деңгейде жаңағы біздегі жадидизм мәселесінің өзі бекерден бекер емес қой, сол нәрселердің барлығына жаңаша білеп, жаңаша методология деген сияқты. Мысалы қазіргі Ауғанстанға қарап отырған әлемнің көзі неге қарап отыр? Себебі Талибан үкіметі өркениетті қадамдар жасай ала ма, жасай алмай ма? Болмаса жаңағы әйелдерді оқытпау керек, бүркеп қою керек, қара жамылу керек, анау қылу керек, мынау қылу керек, тек қана тыйымнан тұратын мемлекет бола ма деген сияқты. Немесе ол мемлекеттің ішінде экономистер, ол мемлекеттің ішінде инженерлер, ол мемлекеттің ішінде дәрігерлер, ол мемлекеттің ішінде технологтар, ол мемлекеттің ішінде жаңағы
бір мемлекетке қандай маман керек, соның барлығы болу керек. Ал тек қана жаңағыдай шариғатты оқып, тек қана жаңа медреседен шыққан адамдармен сондай өркениетті қоғам құру, бұл қазіргі тілмен айтқанда нонсенс, өте қиын. Бұл деген сөз дінге тыйым салмайды әрине. Ол қоғамдағы өркениетті қоғамдағы дәрігер иманды болуына болады, физик иманды болуына болады. Ол өзінің құндылық ретінде тазалығын ұстануы мүмкін. Дін деген дүние былай қараған кезде адамның ішкі жан дүниесіне негізінен бағытталған дүние ғой. Оны саясатқа айналдырып, оны белгілі мүдделерге тықпалап, болмаса сол арқылы өзінің беделін күшейтуге тырысу, бұл әр уақытта, әр кезеңде жақсылыққа апарып соқтырған дүние емес. Ол шынайылықпен, халықтың қабылдауымен, тәжірибеден өтуімен жүзеге асатын дүние. Сол үшін де бұл жерде екі жақта да мәселе бар. Біріншіден, саясат дінді саясиландыруға тырыспау керек. Жалпы дінді саясиландыруға тырысқан кезде саясат көп жағдайларда ұтымды жасайды деп ойлай алмаймын мен. Бірақ екінші жағынан да діндарлар бәр нәрседе жаңағы жалтақтап саясаттың сойылын соға беретін болса, діни рухани құндылықтарынан ажырап қалуы мүмкін. Сол себепті бұл нәрселерде қазір мынау жаңағы түсіністік деген нәрсе бар. Жалпы енді егер қоғамда мүдде ортақ болатын болса, мүдде қоғамның ізгілігі болатын болса, тіпті керек болатын болса, діннің таралуы үшін саяси тыныштық керек болатын болса, бұл нәрселерді келісіп жасауға болады, белгілі бір деңгейде қызмет формасын. Бірақ жаңа үкімдер мәселесі, діннің ішкі қағидаттары мәселесі, саясаттың ішкі қағидаттары мәселесі, ол бізде заң бойынша бекітілген сияқты мемлекет діннен бөлінген. Сол себепті де әркім өзінің шаруаларын жасай беру керек. Бірақ кейбір кездерде осы нәрсені бір жете түсінбей, жаңағы бұра тартып жататын жағдайларымыз бар. Өйткені сана деп отырмын ғой. Мемлекет болғаннан кейін ол мемлекетте міндетті түрде басқа конфессияның өкілдері болады. Міндетті түрде басқа этностың өкілдері болады. Міндетті түрде басқа тілдегі азаматтар болуы мүмкін. Міндетті түрде басқа деңгейдегі немесе басқа көзқарастағы, басқа идеологиядағы адамдар болуы мүмкін. Ал олардың барлығының мүддесі мемлекет үшін ортақ. Ал дін үшін әртүрлі. Сол үшін де дін өзінің іс-әрекеттерін жасай беру керек. Бірақ мемлекеттік деңгейде жасалып жатқан дүниелерге де түсіністік таныту керек кейде. Негізі бізде сондай бір жаңсақ дүниелер бар. Мен ұстанатын дінді ғана мемлекет қолдау керек деген сияқты. Ол дұрыс шаруа емес. Неге десеңіз, мемлекеттегі тыныштық осы конфессиялардың бәріне жасалған жағдаймен түсіндіріледі да. Егер қандай да бір жағдайда тіпті керек болатын болса, біздің де бір қандай да конфессияда қызмет етіп жатуымыз, болмаса соны таратып жатуымыз, соны практикада жүзеге асырып тәжірибеде қолданып жатуымыз осы мемлекеттің берген саяси құқықтық еркіндігінің арқасы деп қарастыру керек. Және мемлекетте әрине өзінің құндылық ретінде, дәстүр ретінде, сабақтастық ретінде, ата бабасынан келе жатқан мұра ретінде кейбір конфессияларға басымдық беруі бұл әлемдік тәжірибеде бар дүниелер. Тіпті кейбір мемлекеттерде мемлекеттік дін дәрежесінде қорғалады, мемлекеттік деңгейде жаңағы қамқорлық жасалады, қызметкерлеріне жалақы төленеді деген сияқты. Бұндай нәрселерден біз қорықпауымыз керек. Өйткені неге десеңіз, ондай тәжірибеден біз ұлттық құндылығымыз ретінде дәріптей аламыз. Неге десеңіз, ол құндылықтан қорқатын болсақ, біз басқа құндылықтарға шектен тыс еркіндік беру арқылы ішкі тұтастықты бұзып алуымыз мүмкін. Сондықтан да мемлекет осы бағытта. Мысалы, біздің мемлекетімізде біздің дәстүрлі дінімізді консолидировать ететін, орысша айтқан яғни бір тұтас қылатын ұйымымыз кей кезде жай ғана бір қоғамдық бірлестіктердің деңгейінде қарып қояды да, сондай статусқа беріледі да, ол кім деген сияқты мәселе. Сондықтан да мен ойымша әрине белгілі бір деңгей жаңа заңның преамбуласына жазу, белгілі бір деңгейде оларға жаңағыдай әртүрлі жағдайлар жасау деген сияқты мәселелер біртіндеп осы нәрсені мемлекетінде түсініп келе жатқанын көрсететін сияқты. Болашақта бұл бағыт ары қарай дамиды деп мен ойлаймын. Бірақ жалпы біздің бағытымыз егер дұрыстап дамытып жолға қойсақ ақталады деп ойлайсыз? Бағыты ақталады емес, бұл парыз. Неге десеңіз, біз түсіндік, қоғамнан дінді ысырып сылып алып тастай алмаймыз. Қандай өркениетті қоғам болмасын, діннен құтылған қоғам жоқ. Ол құндылық, ол тарих, ол мәдениет, ол өзінің сенімі, ол руханияты, ол өзінің кемелдігі ішкі деген сияқты. Бұл адамзат біреу ажырағанмен біреу ажырамайды қоғамда. Сондықтан да бұнымен мемлекеттің санасуы, немесе оған жағдай жасауы, белгілі бір деңгейде құндылық ретінде пайдалануы, бұл мемлекетке де тиімді шаруа. Оның қоғамда ұстанатын қоғамыны, мемлекеттің басқарып отырған қоғамында бірыңғайлық болатын болса, мемлекеттің басқарып отырғанында құндылық болатын болса, адамгершілік нормалар, қағидаттар болатын болса, мемлекетті басқару әлдеқайда жеңіл. Яғни иманды бір азаматты басқару, имансыз мың азаматты басқарудан жеңіл болатын шығар. Сондықтан да бұл жердегі мәселе осы тұрғыдан қараған кезде, енді жаңа имандылық деген кезде мен бұл жерде адамгершілік қағидаларды бағалау деген тұрғысынан, арият деген концепция тұрғысынан, жаңағы мәдениет деген тұрғысынан келіп отырмын. Сондықтан осы нәрселерді мемлекетте белгілі бір деңгейде түсініп, оны дәріптеуі, болмаса жаңағы қолдау көрсетуі белгілі бір деңгейде мемлекеттің өзіне пайда.
және оның ішкі тұрақтылығына, ішкі бірлігіне ертең қызмет жасайды. Өйткені бөлшектенетін болса, конфессияға бөлшектену ол ұлттың бөлшектенуіне алып барып соқтырады. Қазіргі кездегі көптеген әлемдік тәжірибелерде сол. Мысалы, түркі ретінде қалған, бірақ өзінің исламдық құндылықтарын сақтай алмаған ұлттар қазір өздерін түркі ретінде сезінбейді. Мысалы, Венгрияда. Мысалы, венгрлар, мысалы, сахалар деген сияқты. Сондықтан да бұл жердегі мәселелер де маңызды, үлкен маңызы бар дүниелер. Сондықтан да бұл дін факторын болмаса, жаңағы рухани факторды жай бір фактор, негізгі фактор экономика деп қарастыруға болмайды. Өйткені рухани фактор қазіргі 21 ғасырда көптеген мәселелерді шешуге түрткі болып жатыр. Керек болатын болса, халықты, елді ішінен ыдыратуға, ірітуге де кейде факторға айналуы мүмкін. Сондықтан мемлекет осы бағытта әбден зерттеп, кейбір мәселелерді қолға алып, кейбір нәрселерді жүзеге асырып, кеш болмай тұрған кезде әрекет жасап, белгілі бір құқықтық, заңдық негіздемелерді қалыптастырып отыру керек деп ойлаймын. Өте тамаша, Кеңшілік ағай, сізге көп-көп рахмет. Көп-көп ауқымды, әрбір тақырып магистрлік диссертацияға татитындай тақырыптарды қозғадық деп ойлаймын. Енді бұл әлбетте бір жарты сағаттық немесе бір сағаттық подкастқа сыймайды, бірақ негізгі дефиниция, негізгі анықтаманы, негізгі мәселелерді қозғауға тырыстық. Біздің өңірімізге тағы да қош келдіңіз. Көп-көп рахмет. Рахмет, сәттілік тілейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жақсы күндерде, нұрлы күндерде жолығуға жазсын. Chaparral